Бірінші триместрдегі түсіктер туралы бір нәрсе. Енді, бірінші триместрдегі түсіктердің көпшілігі 80-90 шамасында ұрықтағы ішкі ақаулар немесе хромосомалық ақауларға байланысты. Бұл алдын ала алмайтын нәрсе. Сондықтан әйелдер бұл туралы ренжіп, олар не істеуі керек еді, не істемеуі керек еді, немесе бірінші триместрдегі түсікті болдырмау үшін қандай да бір дәрілер қабылдауы керек пе деген сұрақтар қою. Әйелдер жеңіп шығуы тиіс нәрсе. Сондықтан бірінші триместрдегі түсіктің орын алуына олардың кінәсі жоқ. Олар бір нәрсе жеген, бір жерге барған саяхат мақсатында, немесе тым қатты жұмыс істеген. Бұл түсіктердің әдеттегі себебі емес. Олардың 80-90 ұрықтың ішкі ақауларына байланысты. Ол алдын ала болдырмауға болмайтын нәрсе. Әрине, түсіктердің кейбір себептері анықталып, алдын алуға болатын жағдайлар бар. Оны бағалап анықтау қажет. Сондықтан түсік болған кезде өзімізді немесе сізге күтім жасайтын адамды кінәламаңыз.